Hello and welcome to Оңай, ағылшын. Бүгін біз көп жаңылыстыратын сандар 13 және 30, 14 пен 40 сияқты сандарды және 11-тен миллионға дейінгі сандарды қалай айтатынымызды үйренеміз. Бұл сандар ұқсас болғандықтан оқушылар жиі жаңылыстырады. 13-ті 30 десе, 30-ды 13 дейді. Ал мен бүгінгі сабақта шатыстырмаудың ең оңай жолын айтатын боламын. Let's get started. Ағылшын тілінде 11 11, 12 12, ал 20 20 болады. 13 13, 30 30. Осы сандар жиі жаңылыстырады. Себебі олар ұқсас сандар. Енді осы сандарды қалай ажыратуға болады? Ол үшін екпінді тыңдау керек. Екпін дегеніміз орысша ударение. Мысалы, 13 13 деген санда екпін соңғы буынға түседі. Ал 30 30 деген санда екпін бірінші буынға түседі. Бұны шатыстырмаудың ең оңай жолы қайсы сан үлкен, екпін сол буында. Яғни сол буын көтеріңкі айтылады. 13-те 3 үлкен, ал ол екінші тұр. Сол үшін екінші буын көтеріліп айтылады. 13. Ал 30-да 3 үлкен, ол бірінші тұр, сондықтан бірінші буын көтеріліп оқылады. 16-да да сондай. 6 үлкен, екінші буын көтеріліп айтылады. 16. 16. 60-та 6 үлкен, бірінші болып тұрғандықтан бірінші буын көтеріліп оқылады. 60. 60. 11 11 болады дедік. 12 12, 20 20, 13 13, 30 30, 14 14, ал 40 40. 40 дегенде ю әрпі жазылмайды. 15 15 десеңіз қателесесіздер. 15 деген дұрыс болады. Ал 50 50 50. 16 16, 60 60. 17 17, ал 70 70. 18 18, 80 80. 19 19, 90 90. 13-тен 19-ға дейін тен жалғауы жалғанады. 21-ден 99-ға дейінгі сандарды оқып көрейік. 21 21, 22 22, 23 23, 24 24, 25 25, солай жалғастыра береміз. 33 33, 34 34, 45 45, 46 46, 57 57, 58 58, 69 69, 71 71, 82 82, 93 93. 94 95-ті дәл солай жалғастырамыз. 94 95, 96 97, 98 99. Ағылшын тілінде ондық сандардың араларына сызықша қойылады. 100 саны 100 немесе 100 деп те атауға болады. 101 101, 110 110, 200 200, 330 330, 975 975. Ал 101, 102,
103 әдеттегі қатар бойынша оқылады. Мысалы, 102 102, 103 103, 104 104. Ал 111-ді қалай айтамыз? 111, 112, 113. Ал 1000 деп аталады, немесе 1000 деп те айтуға болады. Мың 11, 1011, 1800, 1800. 1935, 1935. 2000, 2000. 2012, 2012. 4620, 4620. Ал миллион қалай болады? 1 миллион, a million, немесе 1 million деп те атаймыз. 1 миллион 500 мың, 1 million 500,000. 1 миллион 295 мың 840, 1 million 295,840. 1 million 1 миллион 200 295,000 95 мың 840 840. Ал 2 миллион 2 million болады. Бұл үлкен сандарды шатастырмаудың ең оңай жолы. Үтір тұрған орынға сөз жазсақ оңай болады. Немесе бос орын тұрса да сөз қоямыз. Бірінші үтірге million, екінші үтірге 1000 сөзін жазсақ оқу оңай болады. Мысалы, 8 million 679,325. 8 million 8 миллион 679,679 мың 325. Яғни біз бөліп оқыдық, сол кезде оңай болады оқыған. Ал бұл сандар қалай оқылады? Комментарийге жазыңыздар. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.